Ал қазақ елі, сіздер қалай ойлайсыздар? 174-ші бап туралы. Мінекей жақында ғана, жақында емес, осы кеше, бүгін қарап отырдым, бір парақша бар. Айбалта деген. Біз ағамыз алдында бір Аружан Сайынның бір юристімен соларға пікір жазғаны үшін, айтқаны үшін сол баппен 5 жылға сотталып кеткен. Сол қазір шықты, сол айтып жатыр. 174-ші бапты уголовный кодекстан алып, оны әкімшілік статьяға өткізу керек деген. Мен ол кісімен толық келісемін. Өйткені ол баппен біз қарап отырсақ, өзге ұлттар бізге айтқан үшін бірең саран 3-4 адамнан сотталып отыр, иә. Бірақ оны былай қарасақ, оның артқы жағы бар, басқа жағы бар. Басқа жағы дегеніміз, қазақтарымыз көп кетіп жатыр. 10 шақтыдан, 20 шақтыдан солай. Өйткені ол қалай болады? Эфирде отырады, бірін-бірімен жанжалға кеп қалады. Сол кезде қан қызу ма, қызулықта ма солай алады да, бір нәрселерді айтып қояды да, ол бәрі записьқа кетіп қалады. Сол кезде білесіздер ғой, ондай қалады да, ар жаза салады. Сол кезде 2 жылдан бастап 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сол үшінде ол өзімізге де кедергі болып тұр. Сол үшінде мен айтып жатқан жоқ, мынандай сепаратизмға деп. Сепаратизм болса, мынандай біздің егемендігімізге қауіп келетін болса, ондай адамдарды отырғызу керек. Ал мынандай сөз үшін, бірдеме жазып қалғаны үшін ол жазалану керек. Айыппұлмен, үлкен айыппұлмен жазалану керек, немесе 15 тәулікке жабылу керек деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікіріңізді қалдырыңыздар, парақшаға жазылыңыздар, таратыңыздар. Өйткені осындай мәселелерді біз көтермесек, белсенді адамдар, осылай сөйлей алатын адамдар текке тордың артына кетіп қалады.